Чотам қалайсыңдар? Сендермен әдеттегідей мен Микопис. Бүгінгі видеода One Piece'ті айтуды жалғастыратын боламыз. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңдар. Ендеше кеттік. Ломугивараларға Вано жайлы айтып тұрған кезде Минги келіп, оданша той-тойлап әңгімемізді айтпаймыз ба деп барлығына айтады. Ах, Ника, я люблю вас! Әрмен қарай піл сілкінісі басталады. Бұл піл сілкінісінде өзінің себебі бар екен, шабуыл жасауда Зояға. Осындай қатты дауыстан Мамоноске мен Луфидің құлақтары ауырып кетеді. Мамоноске есіне түсіріп, бұның барлығын жасап жатқан Кайдоның адамы Джек екендігін айтады. Джек засуха! Джекті құртпаса жағдайдың қиындайтындығын айтады. Крушит Джека! Луфи мысыққа келіп, мен алдыма шыққан адамдардың барлығын жеңетін боламын деп айтады. Мысық Луфиға айтады. Сен келген кезде қосымша әскерлеріңде болады дейді. Бағалдегі қатты соққылардан, шабуылдардан піл қатты зардап шеккен. Енді оған әлбетте көмектесетін адамдар Мугиваралар. Робин өзінің фруктысын қолданып, бір адам жасайтын нәрсені 10 адамға татитындай қылады. Ты что, плохо ориентируешься на местности? Мечник найден! Енді Мугиваралықтар әрі қарай бұл аралдан кетудің жолын іздеп өздеріне қайықтарын құрастыра бастайды. Нами болса Мингиға, біздің алдымызда қатты жүретін арба бар, может, соны қолдансақ қалай дейді. Мугиваралықтары Зояны емдеп болғаннан кейін одан түсудің жолын іздейді. Зоядан түсіп бара жатқан кезде мыналардың ағаштары сынып кетеді. Луфи қарап тұрмай сол баяғыдай дереу көмектеседі. Осы қайықтарды тірліктердің барлығын жасаған Чоппер. Чоппердің шаршағандығы түрінен ақ көрініп тұр. Луфи морковкамен сөйлесу барысында тамақтардың барлығын алып кетеді. Және көптеген еттер тек қана еттер. Луфи морковкаға ұсыныс жасайды. Менің командама қосылсаңшы дейді. Ал ол болса мен Накамамушидің командасындамын деп айтады. Әрмен қарай самурайлар өзара 4 топқа бөлінеді. Бірінші Накамамушидің командасы Феникс Марконы іздеу. Екінші команда Зояда қалып кейін қосылады. Луфидің командасы Санджиді құтқаруға аттанады. Ал ең соңғы команда Ваноға барып соғысқа дайындалады. Әрмен қарай Луфи сапарға аттану барысында бір испандықты көріп қояды. Ты на самом деле Хамимамуши? То лев, то черепаха, называй меня по имени Гао! Осылайша Гао Луфиді сумкасына салып алып аттанамыз деп оларға мушкетерлар да қосылады. Нами любить спать на моем животике! Каким боком, Папа Йома? Я хотел бы вечно обгладывать кости мертвого. Накамамушидің командасы көп сөйлеп кеткеннен кейін оларға айқайлап тынышталуларын бұйырады. Әрмен қарай Нами бір түсініксіз нәрсені басып жібереді. Намидің бақыттан басы айналып жүр. Ал осындай затты көрмегендігін айтады. Усопқа да рахметін айтады. Великолепен, Усоп! Это тот климатакт, о котором я так мечтала. Усоп қалай қолдану керектігін айтайын деп жатса, МП Миража. Оплатить кто будет? ал осы уақытқа дейін қызық нәрселерді бастарынан өткерді бұлар. Бір-бірін іштей қатты қимай тұр. Зоро Луфиға айтады, бәлкім Санджиді қинамай-ақ қоярмыз. Өзінің қалауы сол шығар деген кезде бұлар секіріп кетеді. Похоже, в ней снова проснулся пиратский дух. А то я боялся, что она превратилась в обычную принцессу. Виви осылай тұрған кезде Луфимен қалай ерегісіп қалғандығын көрсетеді. Я не хочу, чтобы еще кто-то погиб. Тогда почему бы тебе не рискнуть своей жизнью вместе с твоими друзьями? Алабастадағы оқиғалар, крокодайлың волясыз ұшып кеткендігі, Вивидің қатты айқайлап жылағандығы, дозорнилардың оралғандығы, осының барлығын көрсетеді. Әрмен қарай Виви кемеде отқан кезде өзінің әкесі Кобрамен сөйлеседі. Кобра Картиген және қызына тұрмысқа шығу керектігін айтады. У нас уже есть фотографии принцев, мечтающих взять тебя. Выбрось. Қаланың аты Роук, Ист Блю. Әрмен қарай жалғастыратын болсақ, бізге әдемі үстелдерді, кереметті айналар мен жемістерді және ханшайымның өзін көрсетеді.
Мына адамның ойынша барлығы маған бағынуы керек деп ойлайды. Убирайтесь, отбросы. Есть! Бізге енді барлық адамдардың жиналысын, яғни әлемдік жиналысты көрсетеді. Және бұл басшылар бір-бірін жақтырмайтындығы айтылады. Дун Чинджао или хотя бы Сай еще не верну? Жердің астындағы қала, Редлайн. Мына қыз болса бұл жерден кеткісі келеді, себебі Луфимен сөйлесемін деп уәде берген. Луфи мен оның командасы ұйықтамай теңізді тамашалаймыз деп келіскен еді, бірақ та олардың барлығы шаршап жатып қалады. Петик, а вот и я! Видали? Берите с нее пример! Чё ты тут забыла? Просто возьмите меня с собой, я сделаю что угодно. Бізге морковканың сумкасы мен сәбізін көрсетеді. Содан соң ол Луфиға шабуыл жасайды, себебі морковканың сәбізін жеп қойған үшін. Ладно уж, доедай морковку. Она всегда была сильным бойцом. Патшалық Сакро, Грэнд Лайн аралы. Докторина өзін нашар дәрігермін деп санайды. Әрмен қарай бізге Шарлоттананы көрсетеді. Сендер қалай ойлайсыңдар? Адам өледі, жүрегі тоқтайды, миы істен шығады. Осы уақытта қалай болады? Человек умирает, когда о нем забывают. Даже когда я исчезну, я смогу вылечить сердца жителей этой страны. Я поражен твоей верой. Ең алғашқы шәкірті Чоппер болған. Чоппер өзінің ұстазын аман сақтап қала алған жоқ. Нет, идиотка, нет! Прости, ты хочешь с нами? Посмотреть на море, присоединяйся. Қара патшалық драм. Бізге сосын жаңа патшаны көрсетеді. Ол әр жерді аралайды, араламаған жері қалмайды. Адамдардың барлығына келіп тесіп шығады. Ол адамдарға спичка сатады және өзіне ойыншықтарда құрастырып алады. Өзінің жаңа магазинында ашып үлгереді. Расширялся, и я нанял целую фабрику рабочих. Вскоре я стал генеральным директором концерна Waffle Industries. Содан соң ол өз аралындағы ең әдемі қызға үйленеді. Оның іші пысып кеткеннен кейін ол ең қауіпті организация мафияларды жинап біріктіреді. Және де мен алдағы уақытта корольдардың жиналысына барамын дейді. Король протанса болса дозорныйларды шақырмауын өтінеді. Оданша королевство Рекоға екеуміз бірге барамыз дейді. Морковка балықтарға қарап тұрған кезде Брук оған біз балықтарды жинаймыз, кейін жеп қоямыз дейді. Помоги! Балтиго была стерта с лица земли. Осы кезде Луфи өзінің әкесінің түрін бірінші рет көреді. Как вообще можно не знать настолько знаменитую личность? Да и Робин довольно долго прожила у них. Барлық әңгімелесіп тұрған кезде қайықтан өрт шығады. Луфи болса Чопперді кінәлайды. Негізінен ең кінәлі адам ол Луфи, себебі астын өшіруді ұмытып кеткен. Ясно, она тебя подкупила, да? Но с Луфи и остальными она точно не пропадет. Не-нибудь, вытащите уже меня. Кайдоның адамдары болса, Джектен түкте шықпады Кайдо-сама. Өзіңіз бір амалын табасыз ғой деп айтады. Убийца Джокер, ну почему ты оказался таким слабаком? Но этот Мугивара та еще проблема. Если мы не будем воспринимать его всерьез... Немене, маған ондай әңгімелерді айтушы болмаңдар ендігі әрі. Дофламинго да бір оңбайтын адам екен. Менің бизнесімнің күл талқанын шығарды ғой. На кеттің да оянатын түрі жоқ. Луфи болса әртүрлі қоқыстардан жасалған тамақтардың дәмін жеп көреді. Луфи осы тамақтардың барлығын жеп болғаннан кейін өзінің командаластарына біз енді осы тамақты жей береміз, аштан өлмейміз деп айтады. Хватит хохотать, придурок! Луфи аштан өліп Чопперге шабуыл жасайды. Әрмен қарай Педро бір аралды байқап қалады. Бұл арал дозорныйлардың аралы болып шығады. Луфи сол баяғыдай Вперед на остров за едой! Бұлардың қасында жүремін деп өліп қалмасам болғаны. Луфилар бағалдегі аралға кеп тоқтайды және де судың астына түскен кезде ешқандай да тамақты таба алмайды. О, мына жақта үй бар екен. Тез арада тамақтарды аламыз да мына жақтан тайып тұрамыз. Әрмен қарай бізге Аокидзидің оқушыларының бірін көрсетеді. Мен пираттарды көрсем, барлығының да жанын аламын дейді. Мугиваралар пират болғаннан кейін оларға дозорныйлардың киімін киген ұнамайды. Сен немене Аокидзидің оқушыларының бірісің бе? Түріңе қарасам сондай әлсіз көрінесің деп айтады. Осы сөздер оның шамына тиіп кетеді. Содан соң ол өзінің жақын таныстарын көріп қалады. Мына жылап тұрған адам болса, бұл барлық қыздарға да сөз салған, бірақ біреуі де келмеген.
Әрмен қарай дозорнилар түнде ағашқа байланған пираттарды көріп қалады және оны басшыларына хабарлайды. Ерунда, кушайте. Как же вкусно! Нами, мы здесь! Зеппо мугиваралар екенін біліп қойғаннан кейін Намиға сөз салады. Оны қатты жақсы көреді. Зеппо Нами қашып кеткеннен кейін қатты күйзеліске түседі. Вице-адмирал болса, барлықтарың не қарап тұрсыңдар? Дереу мугивараларды ұстап, оларды тұтқындаңдар деп бұйрық береді. И этот придурок стоит 500 миллионов? Дурак деп қояма, осы 500 миллион тұратын Луфи сені бір удармен ақ ұйықтата алады негізінде. Әрмен қарай Луфи мен Марковка қашып бара жатқан кезде аяқ астынан Зеппоға Марковка ұнап қалады. Луфи шайқасайын деп тұрған кезде Марковка да оған қарап тұрмай шабуыл жасайды, сөйтіп қашып кетеді. Мугиваралар оңайлықпен қашып үлгермейді. Содан соң Зеппоның адамдары қайтадан келіп мугивараларды тауып алады. Чоппер әдеттегідей бір удармен ұшырады. Зеппо кірерге тесік таппайды. Марковка, выходите за... Нами өзінің күшін қолданып Зеппоны ұйықтатып тастайды. Содан соң ауамен ұрған кезде барлығы да шашылып су пайда болады. Осы ағыспен жүріп кетеді. Содан соң Проди дозорни, мынандай мугивараларды, пираттарды жібергенімше өлгенім артық дейді. Ваши жизни оборвутся здесь! Да ну на! Дозорнилар шабуылдарын жасайды, Намиға атака жасап үлгереді, бірақ та ол өзінің күшін қолданып өлтіріп тастайды. Әрмен қарай Бон бұның слабы екендігін түсініп, оны ұрып тастайды, яғни қуып жібереді ғой, қысқаша айтқан кезде. Мына екі далбан болса, бір жерлеріне қарамай мугивараларға шабуыл жасайды. Аокидзи болса, қарама-қарсы островтан түсініксіз нәрсені көреді және оған қызыл қол атака жасайды. Аокидзидің оқушысы болса, жерде талып жатыр. Содан соң оның бұрынғы оқиғасын көрсетеді. Сен өзіңнің қолдарыңды бірінші жақсылап қолданып үйренгенің дұрыс. Луфи екінші гирмен атака жасайды. Мугивара, я сильнее тебя! Бізге Аокидзидің оқушысының күшін көрсетеді. Луфидің да шыдамы таусылып, оған бір қауіпті атака жасайды. Өз-өзіне келгеннен кейін неліктен Луфидің бағасы 500 миллион бели тұратындығын түсінді. Мына жақта мугиваралар тамақтардың барлығын жеп болған. Аокидзидің оқушысы мугивараларды шығарып салады. Это сахарный снег суа! Денду мушылардың дауысын естиді. Содан соң Санджи Бигмамның островында екенін түсінеді. Әрмен қарай Санджи тамақ жасап жатқан кезде мына адам Бигмам аспазшыларды қатты бағалайтындығын айтады. Мен тек өз командаластарыма тамақ жасап беретін едім. Адам қолымен ешқашанда төбелеспеуі тиіс, тек қана тамақ жасауы керек деп айтады. Ал бұндай жағдайға тек қана өзім кінәлімін деген кезде Санджи әдемі тауларды көреді. Сөйтіп бақыттан бас айналады. Әрмен қарай жалғастыратын болсақ, Бигмамның кемесінде кетіп бара жатқан кезде жұмысшылардың барлығы тойға дайындалу үстінде. Себебі Санджи мен Пудинг жақын арада үйленеді, бір-біріне тұрмысқа шығады. Алдағы уақытта бізге Санджидің отбасын көрсетеді. С тех пор куча фанатов по всему миру пишут для того, чтобы промывать мозги детям. Они как бы говорят, дозорные такие сильные и храбрые, ла-ла-ла-ла. Қасындағы адам болса Санджидің миын жейді. Қасындағы храбрый воинның қайда? Әлде сені сатып кетті ме дейді. Интересно, армия зла, не жалевшая усилий в попытке уничтожить Сору. Санджи әйтеуір мына бәледен құтылдым-ау деп бөлмеге кіреді. Цезар болса өзінің қамауда отқан ит сияқты тұрғандығына ашуланады. Бөлмеге болса типа духабис біреу келіп Санджиға атака жасамақшы болады. Қуанышқа орай бөлмеге бір әйел келіп, оны алып кетеді. Санджидің бір тал шашы түсетін болса, ісім сенімен болады дейді. Алдағы уақытта бұл әйелді де көретін боласыздар. Бәлкім көріп те қойған шығарсыздар. Мугиваралар болса, жейтін азық таппай балық аулауға көшеді. Сәлден кейін Луфидің қармағы жылжығаннан кейін Луфи оны қатты тартады. Луфидің түрі ағып кеткен. Содан соң балықты көреді. Давайте хавать! Бұл қуаныштары ұзаққа созылған жоқ, себебі олар балықты жіберіп алады. Чоппер Санджидің бөлмесін ақтарады, сөйтіп балықты қалай қору керектігін іздейді. Луфи ақмақ командаластарына қалдырмай тамақты өзі жеп қойған.
Осылай оқиғалары жалғаса береді. Сәлден кейін Нами тамақ пісіруге көшеді. Бұл тамақтары өте дәмді шығады, етпен және де маймен. Бұндай тамақтан тіпті Бруктың да көзіне жас келеді. Луфи болса тамақтан өлген, яғни аштан өлген ғой. Оның асқазаны бір аптаға шейін шыдайды. Адам тамақсыз бір апта өмір сүре алады дейді Нами. Луфи осылай аштан өліп жатқан кезде 26-6 келеді. Бұлардың түрлері Санджиға ұқсайды. Таныс болыңыздар, Винсмок, Йонджи 26-6 командасының адамдары. Бұл да Санджи сияқты қызқұмар. Милая, какая милая! Ты точно не Санджи? Винсмок Йонджи болса, Луфи, сен не өзіңді мақтымын деп тұрсың ба? Сені де бірден дұрыс капитан дейді ау. Қасыңдағы командаластарыңды ойласаңшы, сондай ақмақ екенсің деп тұрған кезде әпшесі келіп, бетінен қойып қалады. Канамидің қарсыласы Санджидің үлкен әпшесі болып саналады. Санджидің әпшесі өздерін таныстырады. Біз 26-6 адамдарымыз. Және сендердің де осы жерге келулерің бір адамға байланысты екендігін білемін дейді. Брук болса Санджидің әпшесі королевский семьядан шыққандығын біледі және де өзінің баяғы әдетіне көшеді. Покажите мне свои трусики? Завязывай! Ал әңгімелесіп төбелесіп болсақ, Луфиді оятайық. Мына жері енді бір түсіндіре алмаймын енді. Что происходит? Как это смело? Оның ернінен сүйіп болса да оятады, бірақ ыңғайсыз екен. Капитанның оянғанын көрген командаластары қатты қуанады. Және Луфи өзін құтқарған адамға рахметін айтады. Таныс болыңыздар, Винсмок, Рейджу. Негізінен Луфи Санджидің сатып кеткені бізге де ұнамайды. Тіпті ол бізбен араласуында қойған секілді. Мен өз ініммен мақтанамын, тіпті оның наградалары өсіп жатыр. Луфи болса Рейджуға мен алдағы уақытта Санджиді қайтаратын боламын деп уәдесін береді. Предлагаю сделать вид, что ничего этого не было. Ненужные драки могут расстроить свадьбу моего брата. Мынау болса Намидің плакатын сақтап алды. Әрмен қарай Санджи 4 островтың біреуінде болады. Санджи олардың кез келгенінде болуы мүмкін, бірақ точно Биг Мамның островында болады, яғни Пирожный островта. Менің сыйлығымды көрдіңдер ме? Бұның барлығын мен өзім Луфиға сыйладым. Шикарно! Луфи сол баяғы өзінің әдетіне көшті. Одан кейін Пирожный островқа келіп түрлі тәттілерді көреді. Мынандайда остров болады екен-ау деп таңғалып тұрған кезде, әлбетте бұл жақта кез келген нәрсені шоколад болуы мүмкін деп айтады. Бұндай арал One Piece анимесінде тек қана біреу болуы мүмкін. Шатырлар, тіпті қоғамдық орындар, әйнектер, жердегі барлық зат шоколад. Ал Чоппер мен Луфи дым көрмегендей жеп тастаған. Это преступление по статье поедизма. Оны неліктен жейсіңдер? Себебін айтыңдар. Оно было слишком вкусным. Это не оправдание, идиот. Әрмен қарай бір қыз кілеммен ұшып келеді. Оның аты Пудинг. Бұл Санджидің болашақ әйелі. Таныс болыңыздар. Биг Мамның қызы Пудингтің өзі келгеннен кейін Чоппер мен Луфиға тәттілерді тағы да беріп тойдырып тастайды. Ал қаланың адамдары болса Пудингпен мақтанатындығын айтады. Пудинг мугивараларға бұл жақта қалағандарыңша жеулеріңе болады. Могу я взглянуть на ваши трусики? Не испытывай мое терпение! Тогда просто приятного аппетита. Луфи әңгіме барысында Пудингқа комплимент айтқан еді, ал бұл нәрсе Пудингқа ұнамайды. Что за милая девушка? А значит, ты любишь готовить шоколад? Пудинг, менің атым Луфи, мен сенің мамаңды өлтір. Заткнись ты уже! Что? Биг Мам болса асыр салып ойнап жүр. Себебі тойға 3-ақ күн қалды. Адамдарды өлтіріңдер, жеңдер, қалағандарыңша билеңдер. Пирожный остров. Санджи болса Биг Мам айтқан ұсынысқа келіседі. Не айтса да соны орындайды. Және бұл екеуі тағы да Биг Мамның кафесін жеп қойған. Чего? Көп ұзамай мугиваралар Санджидің Пудингқа үйленетіндігін естіп, Педро оны ұстап алады. Луфи болса оны жайына қалдырсаңшы, ол бізге қазір жақын адам дейді. Мен Санджидің достарын күтіп отырмын. Олар келген кезде Санджиға тұрмысқа шығамын дегенді естиді мугиваралар. Санджи отказал девушке? Менің мамам Санджи мен екеуміздің тойымызға дайындалу үстінде. Қаладан неше түрлі адамдарды, әкімдерді шақырмақшы дейді. Брук Пудингтан Биг Мамның қанша баласы бар екендігін сұрайды.
Менің мамамның 48 ұлы, 35 баласы бар, деп айтады Пудинг. Осындай қызы бола тұра Санджи мені таңдағанына қуаныштымын. Оған қалай да болсын тұрмысқа шығамын деп айтады. Ал бұл нәрсе Луфиға ұнамайды. Әрмен қарай Пудинг Мугивараларға Санджи екеуміздің тойымызға келіңдер деп оларға қалай келу керек жолын көрсетеді. Будет такой же, как и он. Что за девушка? Ты правда дочь большой? Әрмен қарай Мугиваралар кетуге шешім қабылдайды. Можете показать свои трусики? Давай быстрее. Мугиваралар болса тойға қандай киім кетіндерін таңдап жүр. 26-6 болса островта адамдарды қырып атыр. Деньги-то приготовили? Конечно. Тогда нам больше от тебя ничего и не нужно. Бұлар әйел бала шағасын да өлтіріп жүр. Уничтожить страну! Қарғы сатқыр 26-6-лар, сендер менің отбасымды, бала шағамды өлтірдіңдер. Есіңде болса, бұл соғысты біз емес, сендер бастағансыңдар дейді. Қала тұрғындары болса 26-6 бізді құтқарды, енді біз бостандықтамыз деп қуанады. Тойға 2 күн қалды, тез арада жетуіміз қажет. Кен покрасился, как виноградный сок. Осы морковканың сөзінен кейін Мугиваралардың қасынан 40 аяқ шығады. Луфи еш саспастан оларға атака жасайды. Океан в новом мире просто невероятен. Луфидің обычный ударлары көмектеспегеннен кейін екінші герін қолдануға мәжбүр болады. Мне опять не дали ни разу ударить. Биг Мам ашулануда, себебі аяқ астынан қарны ашты. Рокембуш! Биг Мамның ашуланған себебі дер кезінде оған тамақ бермейтін болса, алдына түскен заттардың барлығын қиратады. Рокембуш! Биг Мамның 16-шы баласы болса, өзінің мамасын тоқтатуға шешім қабылдайды. Конфеты! Или жизнь! 16-шы баласы қорыққаннан кейін Биг Мам оның жанын алып алады 40 жылын. Джимбей дер кезінде келіп Биг Мамның аузына кракенбуштарды тығып жібереді. Панеглив, спасибо! Только вот я не смогла его прочитать. Биг Мам болса адамның нервысына тиіп Джимбейға мынаның барлығын қиратқан сен ба деп айтады. Джимбейге үлкен сабыр тілейміз. Мугиваралар аяқ асты жемісті теңіздерге тап болады. Это фруктовая рыба-удильщик! Бұл нәрселердің барлығы Луфиға түкте емес, себебі өзінің қарны итакта ашып жүргендігін. Маме, этот монстр, он вкусный! Я больше не голодна. Содан соң Луфи өзінің қайтыс болған ағасы Эйсті есіне түсіреді. Не думай о тех, кого ты потерял! Но что у тебя осталось? По-прежнему остались на Мугивара Луфи үшін Рибалюдиде тек қана оның келісіміне көнген Джимбей болатын. Енді кезек сенікі, Луфи. Обещаю, я снова встречусь с тобой! Джимбей остров Рибалюдидегі адамдарға Мугивара Луфи сондай жақсы адам, және де ол болашақта король пиратов болатындығына мен сенемін. Оның король пиратов болғаны бізге жақсы. Я сам думал, что тебе стоит присоединиться к нему, раз он так тебе нравится. Өте тамаша. Рибалюдидегі адамдардың барлығы Джимбейдің сөзіне қосылып, Мугивара Луфиға көмектесетіндігін айтады. Тіпті Биг Мамның 29-шы қызы да. Можешь не спрашивать. Я всегда выберу тебя, а не мамочку. Что бы ни случилось, возьми меня. Ой, как страстно! Биг Мамнан қашпақшы болған адамдардың барлығы да түбінде өлгендігі айтылады. Ой, муравьи проснулись! Терпеть это не могу, правда, терпеть не могу! Сөйтсе бұл құмырсқалардың барлығы да бұрын Педроның қайығын жеп қойған екен. Мугиваралар Биг Мамның бір островына қарай келеді, және де Луфи сол жақтан Санджиді көреді. Биг Мам болса Джимбейға тез арада мынаны айналдыр, әйтпесе сен өлесің бе өлмейсің бе тексерейік дейді. Луфи болса Педродан Панеглив жайлы сұрайды. Мы продолжим, мы сделаем это! Мугиваралықтардың жартысы судың астына кетсе, жартысы Санджиді іздеуге кетеді. Мы его потеряли, но вы только гляньте, насколько все вокруг вкусное! Конфетный... Бұндай тәттілерді көрген мугиваралықтар қайтадан дым көрмегендей жеуге кіріседі. Но чтобы ни на шаг не отходили от меня, я... Намидан рұқсат алып, түрлі тәттілерді жеп, қаланы, островты аралап жүрген кезде мугиваралықтарға бір құбыжық шабуыл жасайды. Что, всего лишь люди? Қолтырауының сөйлегенін бірінші рет көріп тұрған мугиваралықтар. Ну, тут ты прав. Әрмен қарай Луфи өзінің клонын көріп қояды да ашуланып онымен төбелесуге кіріседі.
Мугиваралықтар көмектесуге бара жатса, алдынан түсініксіз адамды кездестіреді. Я закопан, потому что мне это нравится. Да ты просто сумасшедший! Чего я вообще о тебе? Мына адам мугиваралықтардан көмек сұраған еді, бірақ мугиваралықтар көмектеспей кетіп қалады. Марковканың алдынан бір ыстырауыз шығады да, онымен шайқасуға кірісіп кетеді. Өзінің найзағайын қолданып, оны талдырып тастайды, бірақ ол қайтпай қайтадан оған атака жасайды. Цветы, цветы, цветы. Поиграем в игру на жизнь. В этом лесу творится какая-то бессмыслица. Екі мугиваралық Луфи шайқасып жатқан кезде бұл аралдың бір-біріне қарама-қарсы, яғни адамдарды шатастыратындығын түсініп, кері шегінеді. Кері шегінетін кезде ана адамға қайтадан оралады. Почему вы постоянно возвращаетесь? Локпост по-прежнему не работает. Әрмен қарай мугиваралықтар түсініксіз жайттарға тап болады. Сөйтсе осының барлығын жасап жүрген Биг Мамның 8-ші қызы Брюле болып шығады. Осының барлығын ұйымдастырған, аңдып келген Брюле. Какой милый кролик, а какая милая девочка. Брюлені Марковка ұнатып қалады да, әрмен қарай мугиваралықтардың болашақта көзін құртатындығын айтады. Әрмен қарай бізге 26 алтының сарайын көрсетеді. Ол жақта мықты әскерлер өзара дайындалып Почему бы жатады. тебе не уйти, наконец? Рейджу Санджиді 13 жыл көрмегендігін айтады, ал әкесінің арманы картинкада тұрған 4 корольді өлтіріп, ең мықты адамдардың бірі атанғысы келетіндігін айтады. Для мужчины естественно быть помешанным на силе и известности. Почему бы и тебе не насладиться тем, что... Рейджу Санджиға көп уайымдай бермей барып тынығып жат. Мына қызметшілер саған қызмет ететін болады. Содан соң Санджи өзінің туған әкесін кездестіреді. 26 алтының басшысы. О, неужто это сын? Не называй меня. Мына жақта болса ағаштар мугивараны ұстап алғандарына қуанышты. Әрмен қарай Санджи өзінің бауырларын кездестіреді. Үлкен ағасы оған ашуланады. Осындай әлсіз Санджи қалай ғана атақты пират болып кетеді деп екеуі шайқасын бастап кетеді. Сол кезде таяқ жеп қалады. Ублюдок, он же просто обычная ошибка. Әкесі Санджиді үлкен алаңға шақырып, онымен дуэлға түседі, яғни бір-бірімен шайқасады. Әрмен қарай Санджи торт жасаған кезде оны ағалары тартып алып аяусыз ұрады. Верните! Не трогай меня! Снова бьете Санджи? Санджи әкесінен көмек сұраған еді, бірақ әкесі бір жеріне де қыстырған жоқ. Санджи мықты болғаны соншалық әкесіне блок қойып тастайды. Дай мне меч! Есть! Ты не еда, атака ногами, вот моя специализация. Әкесі де өте мықты екен, Санджиді бір ударымен ұйықтатып жібереді. Как думаешь, биологическое родство навязывает кому-то уважительное отношение? Санджи да өзінің оңай шағылатын жаңғақ емес екендігін айтып, екеуі серьезный шайқасқа кіріседі. Ағаштар Луфиді ұстап алып деп қуанып отқан еді, қуаныштары ұзаққа созылмайды. Әкесі Санджидің мықты болғандығына қуанады және өткен қателіктері үшін одан кешірім сұрайды. Білесің бе, Санджи, мына қасымыздағы тұрған мыңдаған әскер біз үшін өмірлерін қиюға дайын. Егер де бір қателік кететін болса, Биг Мам барлығымызды да өлтіреді. Рейджу Санджиның қолына бір білезік тағады. Егер де қашып кететін болсаң, сені оңай тауып алады. Во-первых, сбежать тебе не позволит Джерма. Луфидің болса миы шатасып кетеді, өзінің накамаларымен қайсысы шын, қайсысы өтірік екендігін ажырата алмайды. В чем дело, старый? Твои руки нужны тебе, чтобы сражаться? Черт! Биг Мамның адамдары болса Джимбейдің жақын уақытта кететіндігін естиді. Вот же тряпка. Пудинг болса тойға көйлек таңдап жатады. Әрмен қарай Педро мен Брук болса бұлдан қалайда құтылу жолдарын іздестіреді. Содан соң өздерінің де тұзаққа түскендерін көреді. Ей сендер, қалайда болсын, мына екеуін, төртеуін іздеп табыңдар. Этот минг не леопард, Суар. Мынау ма, мен бұны танимын. Бұл Ягуар, яғни Педро. Бұны бұрын кездестіргенмін. Гангстер пес. Беттидің кішкентай баласы. Не плачь! Бек болса қайтадан өзінің әріптесімен кездесіп, оны атпақшы болады. Ублюдок, ты недооцениваешь маму! Өзінің соңғы сөздерін айтады да өмірден өтіп кетеді.
Биг Мам болса сарайда өзінің отбасын жинап, тек қана ішіңдер және де ішіңдер деп айтады. Разве это не замечательная мечта? Дофламинго түрмеге түсті. Цезар болса қатты ашуланады. Себебі өткен бөлімдерде мугиваралықтар Цезардың лабораториясының быт-шытын шығарған еді. Содан бері Цезар мугиваралықтарды жек көреді. Давно построила копию твоей лаборатории на Хазард. Чего? Цезарға болса жаңадан лаборатория жасап береді. Дождаться не могу. Лаборатория жасап бергендері дұрыс қой, бірақ та өзі қалауы бойынша емес, Биг Мамның айтқанымен жүретін болады. Ол не десе де сол дес. Қару-жарақтың барлығы Биг Мамның айтқанымен болады. Это весело. Егерде Биг Мамның айтқаны орнамайтын болсаң, сені конфетке айналдырып тастайды деп қорқытады. Мугиваралықтар болса Биг Мамға қарай жол тартуды жалғастырады. Сонан соң шіркеудегі адамдардың жанын Биг Мамның адамдары жаймендеп алып жатады. Я и есть настоящая. Нами болса өзінің егізін көріп қатты таңғалады. Содан соң бұның барлығын жасап жатқан кім деп сұрайды. Марковка болса біреуленің қақпанына түсіп қалады. Осының барлығы да айна арқылы жасалады. Одна уже готова. Мугиваралықтар тағы да қақпанға түспес үшін Чоппер Намиға тез арада қашып кет деп айтады. Чоппер болса өзінің фруктысын қолданады да біреулеге бұл қатты ұнайды. Енді мен әйтеуір дегені жануарлардан коллекция жинайтын болдым дейді. Есть крекер. Что вы хотите? Крекер дереу мугиваралықтарға бар да оларға тәттілер бер. Понял вас. Биг Мамға әр адам 6 айдың 1 айында өздерінің жандарын тапсырып тұрады, және де бұл әр 2 жыл сайын орындалатындығын айтады. Осының барлығын жасап жатқан Йонко Биг Мам өзіңде көріп тұрсын, сөйлейтін ағаштар. Ең мықты Йонконың күші осындай. Сөйлейтін крокодил және қой. Это тоже ее работа. Биг Мамның фруктысының аты Сору-Сору. Ол адамдардың жандарын суырып алады, және де заттарға жан береді. Почему один из 3 генералов? Крекер Биг Мамның 10-шы баласы. Әрмен қарай Крекер мугиваралықтарға келеді де паундқа барады. Бұл паундты үлкен алып гигант ба деп ойласа, кішкентай ғана болып шығады. Сидишь тут и разбалтываешь ценные сведения в... Нами сөйлесіп тұрған кезде оларға біреу шабуыл жасайды. Остановись, Рэндаль! Крекердің осылай қатты айқайлағаннан ағаштарда жандары кетіп қалады. Менің мамам большая мамочка, яғни Биг Мам біреуленің ұтылмауын қадағала деді. Содан соң үлкен орман пайда болады да мугиваралықтардың көзін құртатындығын айтады. Мугиваралықтар өте үлкен қиын жағдайға тап болады. Чопперді жоғалтып алады. Содан соң мугиваралықтар не істерлерін білмей көмекке ешкімде келмейді. Ал келесі бөлімдерде жалғасын айтатын боламыз. Арнамызға жазылып қоңырауша түймешесін басуды ұмытпаңыздар.